Сәлеметсіңдер ме балалар? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгін біз сендермен адам бөлімін бастаймыз. Бұл бөлімде сендер адамға қаңқаның не үшін керек екенін білетін боласыңдар. Денені таза ұстаудың, тісті күтудің маңызын түсінетін боласыңдар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қаңқа құпиясы деп аталады. Бұл сабақтан сендер қаңқаның не үшін қажет екенін түсініп, қаңқа бөліктері мен атауларын білетін боласыңдар. Осы сабақтың өн бойында қаңқа, сүйектер, дене сымбаты атты тірек сөздерді қолданатын боламыз. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын адам денесінің қандай маңызды бөліктері бар деген сұрақ аясында кішкене ізденіп көрейікші. Ой қозғау болсын. Қанекей? Бәрекелді балалар, адам денесінің маңызды бөліктеріне бас, кеуде және аяқ-қолдар жатады екен. Жарайсыңдар балапандар. Енді мына видеороликті тамашалай қойыңдар. Қаңқа деймісіз? Ол туралы сұрай көрме. Қаңқа деген не? Қазір айтамын. Қаңқа сүйектерден құралады. Олардың біріге бәлгі тізе сүйектері санға келіп жалғасады. Одан да Уизиден сұрайықшы. Қаңқа негізгі міндеті денеге тірек болу. Ол жүрек және ми сияқты маңызды ағзаларды қорғайды. Адам бойындағы барлық сүйек қаңқаны құрайды. Сол себепті денемізді тік ұстап жүреміз. Балалар, видеороликтегі Уизи айтқандай, қаңқа адам денесін ұстап тұратын сүйектердің жиынтығы екен. Ол ішкі мүшелерді қорғайды, әрі денеге пішін береді. Қанекей балалар, бәріміз бірге оларды атап көрейікші. Бас сүйек, төс сүйек, қабырға, омыртқа, қол сүйектері, жамбас және аяқ сүйектері. Енді қаңқа бөліктерінің аттарын дәптерлеріңе көшіріп жаза қойыңдар. Қатесіз, көркем етіп жазып болсақ, айналамызға зер салайықшы. Қаңқадан құралған қандай заттарды байқап тұрмыз? Мысал келтіре кетейік. Қане ойланайық. Я балалар, мысал келтіріп болсақ, Дейзи мен Ойлидің байқағыштық қасиетінде тамашалап көрейік. Түсінбей жатыр, қаңқа денені қалай ұстап тұрады? Сіздің орындығыңыз сияқты ма әке? Ағаш шыбықтар бірігіп орындықты ұстап тұр ғой. Сол сияқты ма? Өте дұрыс айтасың, Дейзи. Жарайсың. Бақшада қаңқадан құралған тағы не бар әке? Бұл жөнде ойланып көрім керек. Мен біреуін білем. Жүріңіздерші. Мұна темірлер бірігіп, аткеншекті ұстап тұр. Иә. Дұрыс, Олли. Дәл таптың. Бұды ойнатыңдар. Ал мынау әткеншектің қабырғасы сияқты. Ол да бұды дәл солай қорғап тұр. Мінекей. Алақай. Керемет. Екеуің әп сәтте қаңқаның екенін түсініп алдыңдар. Тағы мысал таба аласыңдар ма, балалар? Кеттік! Қызық, жапырақтың да қаңқасы бар екен. Мынау да қаңқа сияқты. Жақсы түсініп алдық деп ойлаймын. Жарайсыңдар. Балалар, мына екі суретке қарайықшы. Бірінші суреттен тынышсыз, сабырсыз балаларды көріп тұрмыз, е? Ал екінші суреттен ақылды, тәртіпті балалардың суретін байқадық. Екі суретті салыстыра келе, қай суреттегі балаларға денелерін дұрыстау туралы кеңес берер едің? Партада қалай отыру керек? Оның дене сымбатына қандай әсері бар? Ал өзіңше, партада қалай отырасың? Осы сұрақтар аясында ойланып, жауап іздеп көрейікші бәріміз бірге, кәне? Дұрыс айтасыңдар. Дене сымбаты дегеніміз адам денесінің дұрыс қалыптасуы.
дене сымбаты дұрыс қалыптасса, қаңқа сүйектері де жақсы жетіледі екен. Сондықтан жүрген кезде, партада отырғанда денені тік ұстау қажет. Есімізде сақтайық, балалар. Балалар, сендер білесіңдер ме? Қаңқа сүйектері мықты болады. Бірақ қатты соққы алса, сүйек сынып кетуі мүмкін. Егер баланың сүйегі сынса, қарт адамға қарағанда баланың сүйегі тез бітеді екен. Яғни қаңқамыз да көп күтімді қажет етеді екен. Оны мына видеороликтен тамашалай қояйық. Орындық күрт етіп сынғандай болды. Мұндай жағдай бізде де болуы мүмкін бе, әке? Абайлап жүрмесек ол да мүмкін. Ойзи мысал келтірсін. Көрдіңдер ме? Мына адамның қолы сынған. О, балай, тезірек жазылса екен. Ендігі тәуір боп қалған шығар. Бұл жарақат алғысы келмейді. Қорқпай қой, бұл. Бар болғаны көбірек қимылдау керек. Міне, бұлай. Жаттығу жасауға болады, тіпті жүрудің өзі жаттығу. Дұрыс айтасың, Ойзи. Менің орындығым көп уақыттан бері бір орында тұрып қалды. Сөйтіп, ағашы жұмсарып кеткен. Оған отыра бергенде ағаш сынып кетті. Сүйегіміз сау болу үшін не істеуіміз керек? Апам, сүйектеріңнің бекуі үшін сүт іштеп айтып отырады. Апаң дұрыс айтады, Оли. Сүттің құрамында кальций бар. Ол біздің мықты әрі сау болып өсуімізге көмектеседі. Бұл сүтті жақсы көреді. Мен де. Балақай, сенің дене сымбатың дұрыс қалыптасып келе ме? Оны қалай білуге болады? Ол үшін орныңнан тұрып қабырғаға сүйен. Желкең, иығың, жамбасың және өкшелерің міндетті түрде қабырғаға тиіп тұруы қажет. Осындай қалып ыңғайлы ма? Әлде ыңғайлы болған жоқ па? Егер осылай тұру саған ыңғайсыздық тудырса, онда сенің дене қалпың дұрыс емес деген сөз. Міндетті түрде осылай жасап, өз дене қалпыңды байқап көруге кеңес беремін. Есіңде болсын, дене сымбатың дұрыс қалыптасуы үшін арқаң мен иығыңды тік, басыңды көтеріңкі ұста. Өз дене қалпыңды дұрыс қалыптастыру өз қолыңда екенін ұмытпағайсың. Сонымен бүгінгі сабақтан не үйрендік? Бір қайталап өтейікші. Алдымен қаңқаның бөліктері мен атауларын білдік. Ал партада отырғанда, жүргенде арқа мен иығымызды тік, басымызды көтеріңкі ұстауды үйрендік. Балалар, бүгінгі сабақтың барлығын жақсы түсіндім дегендерің бірінші смайликті, ал әлі де сұрақтарым бар дегендерің екінші смайликті таңдай қойыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар, балалар.